Саусағына сақина тағайын бар, саралғынан сабырдың түбіндегі. Шаржанымды берімде жасқайынға, жалғыздықты түніме жасқайын бар. Есімімді есіме түспес үшін, аспандағы айды шақтастайын. Менің көзім, тәуекел сенің жүрегім, жыламасынша. Сүйке келер ақынның қаламыңды, даралығыңды байқаушым, жанарыңды махаббаттың аңызды көрсетпеу жүрме, жаңалығыңды жырақта жүрме. Қынжылған қалпыңды жасап, қалғыған сәтте едеме толқынды қашып. Суретшілерше, жай ғана қарап жатайын. Мауқымды басып, мауқымды басып. Құлаған кезіңді, емденер, дем берер сөзің көп. Кез келген кеудеде жүрек бар, кез келген жүректе сезім жоқ. Кездер бар, көмексіз көз көрген жандарды өзгерген. Махаббат жауапсыз ниеттен, сұраққа жауап жоқ кездерден. Так болса, тағдырың тұманға, сезімдер арнасын бұратма. Біз бүгін кездесіп, бәрібір қоштасу бекеті тұрады. Құласа, қолдайға сел болшын, құласын қоймайтын ел болшын. Кездердің өмірде өлең бар.
sevgi öğretti. Seni çok sevdim. Жанымнан менің жырақтамашы, ұнап қалмасын, қолыңды созшы жүрегім. Тағдырға не сұрақ тарасың, жылап қаласың білемін. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалаңаштардан, сезім ой бізді алып ұштырған, сағыныстардан. Қауырсын қанатымнан, мен үшін жаратылған сыйдың. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Естеліктерден табылмайсың ба, ең сұлу гүлі тәңірді. Сен мені мүлде сағынбайсың ба, мен сені қатты сағындым. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалаңаштардан, сезім ой бізді алып ұштырған, сағыныстардан. Қауырсын қанатымнан, мен үшін жаратылған сыйдың. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Тағдырды мейлі жек көресің бе, кектемесің бе, жыламай жүрсең расымы, жыламаймын деп серт бересің бе, бақытты болшы нәсілің. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалаңаштардан, сезім ой бізді алып ұштырған, сағыныстардан. Қауырсын қанатымнан, мен үшін жаратылған сыйдың. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Тұрады өмір жаңылыстардан, жалаңаштардан, сезім ой бізді алып ұштырған, сағыныстардан. Қауырсын қанатымнан, мен үшін жаратылған сыйдың. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Бір ғұмыр бір өмірмен, жұп-жұмыр жүрегіммен мен сүйемін. Өзіңді жоғалтардай жан бағынан, сен жоқ жерде шырылдап салмағымен, махаббатпен ауырып жүрмін, жаным сенің сұлулығыңның салдарынан. Көңілімді күйдірді көріндей мұң, сол күйіктен мен бірақ жеңілдеймін. Ерініңе жазылған сезім сырын ерінбеймін оқуға, ерінбеймін. Өр сезімім өркенде, өрістетер, қиығында көзіңнің текстелер, миығында мінезің мұндалайды, иығында билейді періштелер. Өлгін қылса өзіңді өпсем мейлің, жанға тез жарқын жетсем деймін, бұрынғының хандар сияқтанып бұрымыңа асылып өпсем мейлің. Мен өкінбеймін. Айымның жүрек сені қарғыш, құйылған алған мұңдала, тылсымды тыны ялмаған жүрек жұбатар мені түн ғана. Айсыз қалайын шарлы бұлттардан, солғы боп туған неге сол. Жарықты болған ұнамайды ғой түндегі түнек емес ол. Күн ұзаққа күйме кешесің, күннің кім үшін сен,
Қараңғылықтан қорғап қалатын түннің тілі бар түсінсең, жыла бер жаста қарадан қорқып. Аян ғой оның қаққада, бұл әлем баста қараңғы болған, жүрегіңнен де қап-қара. Сен шығарсың ол уайымдамаған, ойымның қазір бәрі ол. Қап-қара шаққа дайын далада да мәпір кебінің жауылып, түн деген жастық үстіне ендірген, қара еп жүріп ұлталып. Қара шаштары аңсайды қария ақ түскен шашын жұлмалап, шылау басқанда шабытты ішіп. Ақындар ойы қатынағаны, түн батқан кезде бақытты құсын ақындар кел. Атбалар, көрге құлайды тырылдағандар, көбеле қоңыр сидалып ақыр. Жап-жапы кезде көранбағандар, от жүрегіме жиналып жатыр. Ақын ұлттың жүрегі, даланың жыры, дананың сыры, сөздің сиқыры болмысына дарыған, халықтың жан жүрегін, арман тілегін толқындата толғаған, сезімнің кәусәрін, заманның зәмзәмін ішкен айтулы ақындар сыр елінде жетерлік. Айдар Әділжанұлы Сайлауовта осы ұлы көштің үзігін жалғаған жас буын. Ол 1996 жылы 1 ақпанда Айдынды Арал ауданы Қызылжар ауылында дүние дидарын ашты. Білім жолы Мәншүк Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжінен басталды. Осы іргелі шаңырақта алғашқы жыр жинағы 20 жасында баспалдақ атауымен жарық көріп, ойлы оқырманға жол тартқан еді. Сонымен қатар ақын Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетін журналистика мамандығы бойынша тәмамдаған. Қазіргі таңда Айдар Сайлауов республикалық ұстаз мәртебесі газеті мен Әлімсақ журналының жауапты хатшысы. Айдар бүгінде бұқаралық ақпарат саласында өзінің шығармашылық жолын қалыптастырып үлгерген. Тіршілігінде де тың туындылары облыстық, республикалық байқауларда топ жарып жүр. Республикалық басылымдарға Айдардың өлеңдерінен басқа сұхбаттары, мақалалары мен әңгіме, прозалары жарық көрген. Қара сөзден өрме көретін жастардың өміршең болмысын бүтіндеуде ақынның еңбегі орасан. Жас болса да ол бағындырған белес биіктері жетерлік. Қаламгер Сағитжан Бермағамбетов атындағы жастар сыйлығының, Қызылорда қаласы әкімінің ұшқыр қалам номинациясының және сұр үміті сыйлығының иегері атанды.
Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Ол аудандық, облыстық және республикалық жыр додаларының жеңімпазы. Өлеңдері облыстық және республикалық басылым беттерінде жарияланып тұрады. Айдар туған халқының ақ жүрек ақыны, жаңа қоғамдық сананы қалыптастыру жолында жас ұрпақтың бойына қайтсем ұлттық рухты, елімнің салты мен санасын, имандылығын, дәстүрін, өнерін, әдебиетін, мөлдір махаббатын дарыта аламын деп жанын жалдап жүрген жас талант. Бұйрабас жігіттің оқырманы оны лирик ақын деп таныды. Ақын лирикасының негізі адамның жанының нәзік сезімі, ақ сөйлейтін пәктігі мен адалдығы. Жайдары мінезі, жарқын өмірге меңзейтін философиялық ой иірімдеріне толы лирикалық кейіпкерін жібектей есілген нәзік жырларымен мүсіндейді. Дегенмен де ақын өлеңдерінің көш басындағы шоқтығы биік туындыларынан асау мінезі де буырқанып жатады. Айдар Сайлауовтың жеке шығармашылық кешіне қош келдіңіздер, ойлы оқырман. Өлең сөздің патшасы, яғни бүгін сіздерге патша қызмет етеді. Кенен Әзірбаев атамыз балыққа таяз судан терең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай дейді ғой. Бірден өлеңдерге бетбұрайық, қоңырау деген. Алас тұра кетеді жүрек телінде, беймезгіл телефонын сар еткенде, бір үрейлі жаңалық айтылардай қоңыраудың дауысы өтеткенде, жүрегімнің төрінде қонып зіл мұң, жүгеніне жармастым жорық жырдың, ауыр сөзді жеп жеңіл жеткізетін, қоңыраудан қорқатын болып жүрмін. Телефонда қауіпті қайта шалған, қайта соққан жаусында байқа шалдан, әлгінде әлде біреу тұтқан алса матаң өлді деп қана айта салған. Арым аппақ аққудың қанатындай, қайырылып қанатын қалатындай, телефонда табысқан тәтті тағдыр телефонда қоштаса салатындай, çalған кезде телефон көмескерім, аяғымнан шалардай елестедің, телефонды көтермей қалып жатсам көтеріліп кеткенім емес менің. Шарлы бұлтқа шырмалар әзір аспан, қалқатай қайда жүрсің қадір асқан, белгісіз нөмірлердің салдарынан белгілі отбасылар ажырасқан. Сонда да күн шуақты көңіл аңсар, жан қалтамнан шықсаңшы өмірәу сәл, қуатқың келіп тұрса, қоңырау шал, қуантқың келіп тұрса, қуатқың келіп тұрса, үйіме кел, қуантқың келіп тұрса, қоңырау шал. Түрлі адам, жан жағыңа қарап тұрсан жанжалдар, жан жағыма қарап тұрсан сан жолдар, ағам бүгін сипап кетті арқамнан, ал арқамға қарап қалсам қанжар бар. Ұмыттық па риясыз күлуді, ұлықтық па жеңіл желпі жүруді, інім келіп қолын созды көмекке, оның бірақ бір бармағы бүгулі. Өмір деген ерегесті майдан бұл, жақсыларға от құшағын жайған дүр, ішім жылып жүруші еді досыма, ал ішінде бір баужанда қайдан жүр. Естен сірә шығармашы мұны түк, мұз дөнемді от құшағы жылытып, қыздың бәрін періштедей көріппін, періштенің көктекенін ұмытып. Жұрт мақтаса, жұлдыз едік, от едік, қарызды да, парызды да өтедік. Басымызға шықты дейді, сосын ол төбесіне көтеруін көтеріп, дәл осылай айналамда түрленден, беттен қақпай, белден буып білдіңдер. Бел буатын белдігіңмен алайда, аяғымнан байлап кетіп жүрмеңдер. Жалдамалы тұрғын үй, бұл өзі қызық өлең. Осында Қызылорда жүрген өзім замандастарым көбісі сол жалдамалы тұрғын үйде жүреткен. Ақын атапсын түстемей ақ қойын, бірақ мықты ақындардың ішінде Мұқағали ақын, мен тұрған ғашық бір бөлме сенің іргеңде, қан тағы қараң қалатын босаған даттап кіргенде дейді ғой. Сондықтан осы жалдамалы тұрғын үй деген өлең дүниеге келді. Жалдамалы тұрғын үй, жалдамалы, әбігерге салдама ел жұрт үшін, біздей жуас байғұстың бар ма амалы, малың болса алар ем меншіктісін,
Сенен қалар бұл дүние менен қалар, әл дәрменің қалмады мүлдем шыдар, кең дала үйің болар деген бабам далада қаларыңды білген шығар. Өгіз қайда өліпті сынып тарбан, тұрақтылық ұнамас маған мұнша, қасиет қой қанына сіңіп қалған, көшіп қонып жүремін бабаларша. Сынып кетпей сынақтан өтсем екен, шылың жаным сыймады-ау жер көкке түк, ауылға қайтсам бекен, қайтсем екен, арманымды қалаға жерлеп кетіп. Түк емес, түк те емес оның бәрі, үкімет естімесін бұл жайында, адамдар бақытты ғой, бұрындағы айсай мазаламас қожайыны. Өшпес, өмірді нұсқайсың сен, үйсіз өліп кеткеннің бар ма малы, жалдамалы жендетке ұқсайсың сен, жалдамалы тұрғын үй, жалдамалы. Енді бірыңғай өлең болып кетпесін, арасында әнінен жіберіп отырайық, арасында әнге сөз жазатынымыз бар. Осында Алматы қаласында Үйсен Жүсіп деген үлкен ағамыз бар, көптеген әндердің авторы. Сол кісінің Ханшайым деген әніне сөз жазған болатын. Сол әнді өзімнің туған көріп боласын, Қонысбек Мәлік деген азамат сіздерге орындап берсін. Қол жетпесін, тағдырым тартып өткен тәтті бағым, білмедік өмірімізді жат қыларын, еңсені естісе дағы ессіз күнім, мен сені жақсы көріп жаттығамын. Сеземін сезім шыңға ол жетпесін, жаныңа жету үшін жол көп пешін, жүрегімнен жібергім келмей жатыр, қолымнан ұстайыншы қол жетпесін.
жүрегімнен нәр алған үміт гүлім, мен әлі сезіміңнен үміттімін, таппастай бақытыңды жүруші едім, таптастай жүрегімді жібіттігім. Қиялем мұң-мұңымды күлкің үшін, ұлылық ұғынғанға ұмтылысым, ашшыншы сұлу сырды сырсандығың, сезейік сезімдердің сілкінісін. Екеуміз тәнті болып таңғы аспанға, жұлдызда күн сәулесі жармасқанда, мезгілсіз келіп қалған махаббатым мұңдасайық мезгілдер алмасқанда. Өмірім алқынамын, аптығамын, жүректің жай табатын таптырағын, сұп-сұлу сезім үшін күресемін, мен сені жақсы көріп жаттығамын. Күтпей жүрмін жексенбіні сенбіні, сендеп келе сезімімнің сеңгірі. Сен түбіме жетпей-ақ қой, жалғыздық түбі жалғыз қалатының белгілі. Киесі көп, киесі жоқ құмарымыз, іш құсауы іштен ғана тынарымыз, көпшіліктің көңіліне келерде жалғыздықты жек көрмейтін шығармыз. Жанарында сенің жоқ па, ар жоқ па, сенен асқан керім жоқ па, жан жоқ па, сөзден тайып кететінің белгілі, көзің тайып кете берсе жан жаққа. Көңілдері күйреп жүрген қоғам бәрі, жәудіреген қыз көзінде ялаң бар, жалғыздардың жанайқайын естиді жүрегінде жарасы бар адамдар. Ұмытшы деп жүз айтады жалғыз үн, түн үйіріп тұрса дағы бал жүзің, көңілімді қалдырғанша мың мәрте, мені жалғыз қалдырыңыз жалғызым, түбі жалғыз қалатыным белгілі. Қара қағаз деген өлеңді білейін, есеп қырған жанса да жарып алған, қу параққа сыйыпты алып арман, үш бұл хаттың ішінде үш-төртейтін ақ самайлы ананың зары қалған, арып алған жесірдің балаға мәз, шашын жайып айтатын далаға наз, ашықтардың жүрегін тесіп өткен сен, жаудан да жауыз дем қара қағаз. Қаңдыған оқ қапеліп жолды қармап, қатын келді халыққа сорлы самғап, отқа оранған майданның отты сөзін саған қалай сыйдырған соңғы солдат. Тірі десе шығатын солай үзгін, жер үрледің үстінен дала іздің, Сүлейменнің сеңсері қиялмаған үміт жүгін қу қағаз қалай үздің. Сен шығардың демеңдер қайдан мұны, сағым сынды құшағын жайған долы, қатты оқуға қорқатын әжелердің әжімінде жазулы майдан мұны. Қашын кетіп қырларда жас көмілді, кәрлендірген сол шығар аш көңілді, жеңіс жары жұбата алар мекен, жетімдердің жасындай аш өмірді. Өртемесе хаттарды жетер сырлой, қарасаңыз Құдай-ау бөтен сұмдой, қайран әжей жоғалтқан жалғызыңды, сол параққа жерлеген екенсің ғой. Қайран әжей жоғалтқан жалғыз ұлды, сол параққа жерлеген екенсің ғой. Үш өлеңмен сосын әнмен болса деп жатырмыз ғой. Өзіміз сөзімізге жазылған, әлі жарыққа шықпаған, сіздердің алдарыңызда тұсауын кестіргелі тұрған керемет әндер бар. Сол әндерді Нұртоған Жаңабай бауырым орындап берсе, Аягөз қайда барасың, екінші сұлу деген сынды мықты әндердің авторы Нұртоған Жаңабай ұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі Айдарханның ағадағы көрермені, кешке қош келдіңіздер. Қолдан келгенше әлі сиясы етпеген әндеріміз бар. Орындап берейік, қалмаңыздар. Bye.
Senin жолың бөгейтін беймезгілде, senin сорың өзіңнің сұлулығың. Senin жолың бөгейтін беймезгілде, senin сорың өзіңнің сұлулығың. Осы еді жанның қалағаны да, шаһардай жылы қарағаны да, сол жағалауын қарап барады-ау, жоқ әлде қалқам қаладағы ма? Әлемнің бәрі білсін бұл күйді, көңілім мүлде күрсінбейді енді. Сол жағалауға барғысы келіп, сол жағымдағы дүрсілдей берді. Сезім салмағын ойдан olur ма? Күнә қойнындай ойлым өмірға, сен үшін салып жаңа қаланы, мен үшін көпір қойған ауылда. Елеңдеп тұрып жол жаққа көкем, келем деп бір күн бұл жақта кетем. Адами заттың жүрегі неге сол жақта екен? Сырдың жүрегі жоқ күн келеді, сол жағалауға қондым деп еді. Жүрекке торғын жырымды жазып, жүрекке тұрғын болғым келеді. Жүрекке торғын жырымды жазып, жүрекке тұрғын болғым келеді. Құттықтауға жаңа ойылдарыңызға арнайлы қошемет жасаңыздар. Ізін алған осы жерде сонау шекараның ар жағынан біздің қандас бауырларымыз осы Қызылорда еліне келіп, білім алып оқып жатыр. Солардың ішінде Шоқтығы Бейік ініміз Қамыл Бақтағұл деген бауырымыз арнайы домбырамен арнау айтамын дейді. Қамыл бауыр құрметтеріңіз болса. Бөдейтін жаратқанның рахмы, армысың ағайындар кеп отырған, кеудесінде рухани қуат ірі. Сәлиқалы кешпеліп жатыр бүгін сыр елінің айдардай дүр ақыны. Айеке мынау кешің құтты болсын, лириканың самлағы сұрапылы. Жырыңды сыйлап сенің қалып отыр, өлеңге құлақ түріп бағып отыр. Әлімсақ журналының хатшысы ғой, бұл жағынан ел сені танып отыр. Әлімнің өз баласы болған соң ба әлімсақтың шырағын жағып отыр. Өнерпаз өнеге алған даламнан бай, ақын жанды ақ көңіл ағам қандай. Аралдың тумас еді ақын Айдар, тұрмаспыз оны өзіңнен дәл аңғармай. Көкшіл костюм киіп ап көсіліп жүріп, көкшіл түсін теңіздің оранғандай. Бұйра шаштары көзге түсер толқынынан аралдың жаралғандай. Қозы қарным өзіңе жарасымды сазанынан аралдың нәр алғандай. Туған елге сертада сері жігіт туған жермен етене боп алғандай. Арал теңіз тартылып кетті білем, тағдырға қия алмаймын ағам домдай. Жүре бер тасып толып, ғашық болып, өмірге өлең үшін жаралғандай.
Ақын ұлдың мінезі тарпаң болды, оны бар аяулы елдің дархан көңілі. Осы кеш болады деп бір ай бұрын естігенде іштен шер тарқар болды. Айдардың бұл кешіне барамыз деп ағайынның аласұрды әр таң көңілі. Бізде күнде келеміз дайындыққа, көзімді таусып тіпті сарқар болды. Ақыры маңызды сәт жетті, міне кеңге сала берермін арқан денді. Абыройлы Айекең міне осындай, қозы бас қошқар тұлға арқар белді. Айеке береріңіз таусылмасын, сіз дегенде жұртыңның шалқар көңілі. Сайлауықтың боп жатқан мына кеші, сайлауланда үлкенде науқан болды. Ақын елің тулайтын жыр жадыңнан, асап едің той іздер түн жарымнан. Сен басқарған тойларда жұрт риза боп, іштегі қайғысынан мүлде арылған. Өткенде Инстадан бір іс көрдім, ағайын хабарсыз ау бұл жағынан. Қырық әйел отырған бір отырыста, Айекеңді асаба мырза қылған. Қырық әйел қырылып қалыпты ғой, қалжыңдап сенің айтқан қыл жағынан. Ырза болып өзіңе қайтқан екен, қуат алып қайттық деп тіл жағынан. Біздің аға шынымен бөлекше ғой, ерекше болмаса да түр жағынан. Басқалар бір елді ырза қылмай жүрсе, бір өзі қырық әйелді ырза қылған. Осылай жұрт риза боп сәнің кірсін, ақ батасы жұртыңның қабыл қылсын. Риза болған жұртыңның тілеуімен, тұлпардай ширатылған бабың кірсін. Қаламың қолдарыңды алып ұшып, қадамың арманыңды бағындырсын. Жүрегіңде жырларың тулайтындай, байқаймын әлі талай жырлайтындай. Сен дегенде жалықпасын оқырманың, оқи жырыңды тыңдайтындай. Жырларыңды бусандыр сұлулықтан, көңілдер көншіместей күнді айтылмай. Әдемі әуен әкел дүниеге, қызар түгіл құстар да шулайтындай. Ватпен ашып кетім. Өлім оқып берейін. Ол кездерден марады жылжып айжыл, кезін қайдап күдіксіз ашқан құшақ. Құлағымда келмейді құлдырай бір, жылағымда келмейді аспан тұсақ. Сығыра бер алыстап бұлың құрып, жазатындай жүректің жырын құдай. Сұрағымда келмейді сырың бүгіп, сынағымда келмейді бұрын құдай. Кеткім келіп тұрады келмес кеде, бұ жағынан шіркінай құстар мықты. Білдіргімде келмейді ендештеңе, білдіргімде келмейді құштарлықты. Қоштасуға шынымен әзір медің, шоқ көңілдің кезі жоқ шошынбаған. Жаным келе береді қазір менің, шылым береді досым маған. Бірақ қаласаң жолы қарем, жүрек неге айтпайды сенгеніңді. Қарап тұрған шығармын жолыңа мен, қалап тұрған шығармын келгеніңді. Қырқыздан мен құпия деген өлеңді оқып берейін. Қиылған ай қыспайтын білегіңе, кірпігіңе тәтті мұң түнеді ме? Оқисың ба сезімнің аяттарын, жүрегіңе жерленген жүрегіме? Құпия бар, құпия түсін дедің, махаббаттың қиратып мүсіндерін. Судай сұлу сезімге тойып ал, удай ашып барады ішім менің. Сұлу үміт санаға шықпай тама, уақытқа бүркенді бұлттай нала. Құрбандыққа жіберіп жан қалауын, бақыт тілеп отырмын сырттай ғана. Қалам ұғып, біздерді ғасыр ұғып, сыйлағандай алтыннан асыл үміт. Адамзаттың ең ұлы сезімдері жатады екен жүректе жасырынып.
сезімдердің қалаған жаңарғанын, саған ғана белгілі бар арманын, екеумізге белгілі құпияны айтып қоя бермесін жанарларың. Осы Қазалы шаһарында Айдын Сәндібай деген өзіміздің бауырымыз бар. Сол бір күні баланың Айдын деген ұлының тұсауын кесіп жатқан кезде бір әдемі ән жіберіп, Айкен мына бақытың қаншадан деп күшті қылып әнмен сөз жазып берші деп. Ана жақта қаладан қарызға ақша алып келген, мына жақта баланың тұсауын кесіп жатыр. Қарыздың өтелмейтін, көгіне көтермейтін, шынжырдай шешілмеген, саудай кесілмеген, ей өмір бақытың қаншадан деген өлең жазып едім. Сол өлеңді бүгін жанды дауыста Нұрдәулет сақтап берген деген бауырымыз орындап берсін. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар. Мен бүгін Айдар Шабаб ағамыздың осы кешіне теңіздің тамшындай осы үлесімізді қосып келіп жатқан жағдайымыз бар. Бақыттың қаншадан деген әнін сіздерге құрметтеріңіз орындап берейін, қалыңыз. Жақсы жолдар санаңды қиындатпа, жан болсаң бағы бар, адамдар алдамайды, арбайды тек қана. Бұл өмір сынақтан сеніңді табылар. Титықтап тұрғызбаған, бақыттай тұрғызбаған, қалжырап қалса жан, бүгінде өтермеген, қарызың өтелмеген ей өмір. Бақытың қаншадан, менің жоқсың амаған, жыланы қаншадан, менен сұрамаған, шындықтай аңсаған, сауы кесілмеген, шынжыры шешілмеген ей өмір. Бақытың қаншадан. Бақытсыз тағдыр соғандай аспаннан, жүректің жаңбыры күдіксіз күздерде, үмітсіз армандар. Сенсіз жарманы алданған көңілдерді, жалғандар қалады жолдарда, сезімдер жанады, тағы кім ақырған, тағы кім қорған, бақыттың қыры қай кезде ағады. Тағдырға тамсанам, бақыттай тұрғызбаған, қалжырап қалса жан, көгіне көтермейтін, қарызың өтелмейтін ей өмір. Бақытың қаншадан, кезің жоқ сынамаған, жылады қаншадан, пенделер сұрамаған, шаттықтай аңсаған, сауы кесілмеген, шынжыры шешілмеген ей өмір. Бақытың қаншадан, саулай кесілмеген, шынжыры шешілмеген өмір. Бақытың қаншадан. Келесі тағы жұттылай осы жерде сонау Ақтөбе қаласынан арнайы қонаққа Ақтілек Көшербаев деген бауырымыз келіп отыр. Эстрада жұлдызы, талай хит әндер жазып жүрген бауырымыз бүгін менің сөзіме жазылған көзімнің шағын және жүрегім жоқ сен кет кел деген керемет әндерді орындап бергісі келіп отыр.
Ошол сөйлешени бүгүнкү Айдар Шайлоо балдарыңыздын кечине кош келиңиздер. Сиздердин өмүрлүк жүзүңүздү көргөнүбүзгө биз да катты кубанычтамыз. Мына микрофондун кийиси бар стектин сүрөтүн кичине алып кетиптир. Ақтөбеден келе жатырмын. Сіздердің жүрегінің қонақжай ел екенін жақсы білеміз. Айдар Шайлооовтың ақындығына, тапқырлығына ешқандай күмәніміз шүбәміз жоқ. Неге десеңіздер, қазіргі орындайтын ән жүрегім жоқ сен кетіп келе деген әнді әңгімеміздің арасында сөйлесіп отырып телефон арқылы сөйлесіп отырған кезде Айке осындай сөздер керек еді. Мен басым былай бастап, аяғым былай аяқтау керек, қайырмасы мындай болу керек деп барлығын айтып қойдым. Мынау қалай дейді сразу оттан жерден жіберді. Сол үшін Айкенің талантына, өнеріне бас иемін. Келесі ән сүйгеннен айырылып, жүректерін жоғалтқан адамдар ретінде жүрегім жоқ сен кетіп келе қалмаңыздар. Бүгін тұсаукесер. Bölümün soңғы бөлімден біздің отбасына арнағым келіп тұр. Жақында сайлап отырған
қар үстінде жатқан кезде марқұм ауырып жатқан кезде жазған өлеңі. Атасының бұл сөзін тыңдап алып, түрен салған секілді тыңнан анық. Ішімдегі балақай атау саған еркелейді аунақшып, құмға барып. Айналайын деуіңді доғармайсың, сөзің менен көңілін толардайшын. Еркелете. Жайлау жүрген ғой сонақты ауың, жайлау күніммен жолықтың күнім. Бөтен ғой іздеп жүрген баланы бөтен көрмейтін болыппын бүгін. Ауылға аңсар себелеп жеткен, қумай кеттім ау көбелек көптен. Шертаққа жандық қамалды мекен шеткі ағаштарын шегелеп кеткен. Маған қарардай жасында жүріп, қарағым келді ғасырға кіріп. Алыс бұларын ұқтым арманның, қамыс қораның қасында жүріп. Сілақ бәтегі ойламады деп, ақынның мұң ғой тойлағаны тек, қарагөл жатыр қарап жолыма, қарауын қашан құйбағады деп. Үздігі жолға қараған шалша, адамның бәрі ағадал болса, саройға қарай ойыма уады, сары уайым кеп жағынан алса. Ауылда шіркін кеш көріп деді, есті адам мұны ескеріппеді. Көшелерінде шашылып жатыр бала күнімнің естеліктері. Мартқа суару, мұнда ұстандырып, суат аралау бұлда заңдылық, дарияның қызыл жарында болдырғыны тұрма жаңғырып. Өмір дегенің екен ғой алда, өлгенше мен де өтем ғой арда. Мен сынды мұнда адасып жүрген, қораңда ағау өтем ғой бар ма? Ауылға батыр боп таңын атырған шыдар, жарқырап сонда оқылдан шынар. Күлше пісіріп анан тағы да отынын бұтап отырған шығар. Күлшеде жанды суреттеп бақшы, күлшелі бала сүймекке жақсы. Күлше нанымды батайды тізді, ұлтымның тілін сөйлеткен асты. Қалада бұның күнә болған ба, ауылда басқа шыға қонғанда, жетерге ыстық нан таратан аптаның күні жұма болғанда. Сәлем бердіктен жалықпай жаным, ас болсын деп мен халық қайтамын. Жетейдің қымбат батасын менен қабыл болсын алып қайтамын. Ойледім, атам еркеткенімен, үлгі алдым ана үрпектенінен. Сауапқа байып қалушы едім, шешемнің жеті шелпектерімен. Қолдыйлап жардым шында қарыман, бұл өмір дейтін тұсымба қарыдам. Балалығым әлі ішімде жатыр тоқалы шырақтың тұсында қалған. Ауыл деп тағы ежекте тілім, өмір ғой мынау кезек келетін. Бесеміз сайын бауырларында шелпек нан үшін тезек беретін. Болса да мұнда қауымда бадан, жауында қалам, дауылда қалам. Амандық үшін күлше пісірген аман жүр мекен ауылда ғанам. Күлшенің ойға түйші берері, ұлтыңды мәңгі сүйші дегені. Шелпек пісіріп жатыр ау шешем, мұрныма елдің есі келеді. Өлең бұл әкеме арналған қара қайық деген өлеңмен түйіндейді. Теңіз болсын деп талай өтінген ел, кезінде көкайдынмен жетілген ел, қайрандағы қайықтар, қайрандардың майдандағы сүйегі секілденер. Жоқ болды жайраңдаған жаға қайып, сор бетін сормаңдай боп жағалайып. Құм астында халықты кеше барсам, қарағайдан жасаудан қарағайып. Мұны көріп сыр бағасын, мұңданасың, тәңірін түзеу көзін бұрмағасын. Ескектері есіне салып тұрды, сұралғы сұрап келген сыр баласын. Жылайдау қарағайып ара жатып, теңіздің сыптыры жоқ жағада төк, атырапқа қарғысын айтатындай, топыраққа жұтылып бара жатып.
көбірек пе куәгер мүлдек анау, тағдырыңа керек-ау бірге қарау, таудан биік толқынды тоқтатқанмен тауының шағыларын білмеген-ау. Қызметін ол енді жалғанбайды, қарағым, мұнан асқан бармақ қайда, қарма жеген қазақтар түсінеді, қарағайып тек сула қармамайды. Қабаданда қалғандай тосын қарып, балықшыңа жүретін қосын салып, жайын жайлы жайменен айтады әкем, сазанды сағынады сосын барып. Ауыл қалай, бұлсыздан тоңды неғып, сол арада алынды соңғы демір, тағдырласын жұбатып жүргенсінді бір шағала, қайыққа қонды келіп, сонда ғана өртеніп жанбас болдым, демеймін баба жолын жалғастырдым, осы бір қасіретке қарап тұрып, әкемнің жылағанын алғаш көрдім. Сондықтан өзіміздің анамызға арнап Тәңірдің сүрген гүлі деген әдемі ән жазғанбыз. Иса Әлимұста деген бауырымыз айтып жүр, ол өзі бүгін қол босана келе алмай қалды енді. Оның орнына Күмісбек Айжарықұлы деген бауырымыз керемет Тәңірдің гүлі деген әнді аналарымыздың құрметіне шығарып берсін. Ассалаумағалейкум, армысыздар. Алдияр оқырман
құрметті көрермен, мынау бүгінгі Қызылорданың аспанында поэзия рухы қалықтап жүр. Қазақ әдебиетінде баяғыда қазақтың Пушкин атанған аралдан шыққан Бюровас бір ақын бар еді, марқұм Шөмішбай Сәлим. Екінші тірі Бюровас ақын осы Айдар Сайлау. Айдардың жырларына бүкіл Израиль, бүкіл республика қанып, өзінің қалың оқырманы бар. Қазіргі таңда осы сыр еліне болашақта Құдай қаласа алтын тобылғы немесе әдебиет саласы бойынша дарынды немесе әдебиет саласы бойынша мемлекеттік сыйлыққа алып беретін жауыннан кейінгі қаптаған Саңырауқұлақта өсіп келе жатқан ақын ұлдар көп. Соның ішінде бірі және бірдегейі осы Айдар Сайлау. Осыдан бір 2-3 жыл бұрын ол кезде біз Алматыда жүрген кезде осы Қызылорда бойынша әрбір жылы болады мемлекеттің бағдарламасында балалар жылы, жастар жылы деген бір жыл Айдар жылы болған. Осы Қызылорда бойынша бір жыл Айдар жылы болды, биыл да Айдар жылы болып аяқталып жатыр. Мереке құтты болсын, кешің құтты болсын. Біздің Айдардың алдында көп сөйлемей ақ қояйық. Бүгінгі керемет кешке көп болдыңыздар деп ойлаймын. Ол толық Айдардың қолданбасы, ол тұтасымен Айдардың поэзия әлемі, қаламың қарымды болсын. Ендеше осы сенің жырына сөйлеп берген қалың оқырманның арасында осы бүгінгі шараға тікелей қолдау білдірген 2 азамат бар. Сол азаматтарды мен арнайы ортаға шақырайын. Ол кісілердің сізге дайындаған арнайы марапаты бар. Орталық қалалық кітапханалар жүйесінің басшысы, біздің басшымыз Гүлмира Шамсудинқызы біздің ортамызда. Осы арнайы шақырамыз. Және бүгінгі Айдардың осындай дүркіреген кеші өтіп жатқан облыстық жастар ресурс орталығының басшысы Талғат Тілес бауырымыз отыр. Арнайы орталықта құрметті оқырмандар, бұл енді кітапхана жүйесінің ішіндегі 19-шы кітапхана ұжымы, соның ішінде біздің ішінде Ақжол кітапханашымыз әрі мәдени шара ұйымдастырушымыз бұл осы келгеннен бері осындай ұсыныс тастамалап өзіміздің жерлес бауырымыз ініміздің кешін ұйымдастыруға ұсыныс берген болатын. Ол ұсынысын әрине біз қуана қабылдап, мына бүгін керемет кештің куәсі болып жатсыздар. Әрине, шын айтқанда бір сөйлеуге де не сөйлеуімізді білмей қалдық. 20-25 жасымызды тастадық. Жастық шағымызды еске алып, жүрегіміз дүрсілдеп, небір жаңағы артқа салған тарихтарымыз есімізге түсіп, соны Айдар үлкен рахмет. Шынымен сенің өлеңдерің адамды жас жүректі тербетеді, жас жүректі үлкен сенің жүрегі ұрып соғып, ішіндегі толқыныстың барын қозғап, адамның осындай бір жас эмоцияға келетін сәт. Сондықтан шығармашылығына үлкен рахмет. Бүгін негізі қалалық мәдениет және тілді дамыту бөлімінің басшысы келіп өзі жеке құттықтап айтатын боламын дегенмен қазір жұмысқа байланысты келе алмады. Бірақ дегенмен осының алғыстарын табыстауға рұқсат етіңіздер. Алғысқа құрметті Айдар Әділжанұлы, сізді сыр елі жалынды жас ақын ретінде жақсы таниды. Көптеген жыр додаларында жүлделі орындар иемденіп, сыр елінің мақтанышы бола білдіңіз. Жұлдыздай жарқыраған жырларыңызды оқығанда оқырманның жүзі нұрланып, көңіл көкке көтеріліп қалады. Әрдайым бойға қуат, ойға қанат бітіреді. Сіз өзіңіздің идеяларыңызды көркемдік деңгейде көтере отырып, бүгінгі күннің заманның тынысын, заманның болмыстығын сол күйінде жариялап, жырлап келіп жатқан жас қаламгерсіз. Табиғатыңызда таза, бала көңіл, сырбаз, жаны жас, адал жансыз.
ойды. Әрдайым қаламыз жүрдек, ойыңыз сергек болсын, қаламыз ұштала берсін. Бөлім басшысы Жаппар Айтбайұлы Тармағанов. Айдарға өзіміздің кітапхана ұжымының атынан кітап сыйлауға рұқсат етіңіз. Сөзіншіні ғалым да, ақын да кімнен туылады? Анадан туылады. Осындай біздің сыр елімізге, Аралдың теңізіне дүниеге алып келген осы анасына ақ жаулық жаққымыз келіп отыр. Осындай азаматтарымызды дүниеге келтірген анамызға алғысымызды білдіргіміз келеді. Қаламызда көбейіп жатыр, ол өте қуанарлық. Шын айтқанда мен, бірақ дегенмен сол жас ақындардың ішінен осы Айдар үнемі біздің осы кітапхана жүйемен бірлесіп жұмыс жасайды. Оқырмандарымызды баршамызға осы Айдардың өлеңдерін таныстырып жатамыз. Дегенмен мына бүгін енді кешін былайша тұсаукесер дейді ғой. Алдағы уақытта, алдағы өмірінде мұндай кештерін үлкен республикалық дүниежүзілік сахнада жаңағы болатынына үміттенеміз, сенеміз, өйткені сенің шығармаларың жалғыз Қызылорда қаласы емес, жалғыз Қазақстан емес, басқа елдерде жаңағы оқитын болады. Сондықтан бұл жаңағы осындай кештер үлкен кешке жалғасын тапсын деп сізге тілектеміз. Құрметті достар, құрметті сыр бойылықтар, аймақ жастарының шаңырағы, облысы жастар орталығына қош келдіңіздер. Осы орталықта өздеріңізге белгілі Айдар бауырымыздың керемет кеші өтіп жатыр. Баршаларымыздың алтын уақыттарыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіремін. Жалпы біздің сыр өңірі білесіздер, кішірейді жүреді деп атағаннан кейін біздің осы топыраққа қасиетті тұлғалар, мемлекет қайраткерлері, қоғам қайраткерлері дүниеге келіп, еліміздің әрмен қарай дамуына, руханият саласында өз үлестерін қосып келе жатыр. Осындай толқынның артынан ерген біздің өмірдің жас ақындары да ерекшелікке ие шыны керек. Өткенде Айдар өзі есінде жар, бүгін бір көлік келген жатыр таксида, соның қаншайым деген төрәлігінде ән қосылып жүрген. Содан бұл өлең мынады. Сөзін Айдар Сайлау жазған екен. Сосын Айдар жазғанда Айдар бауырына керемет туынды. Шынымен де жастарға беретін мәнісі мол осындай керемет әндер дүниеге келу керек. Себебі қазір кейбір шетелдік әндерге қарайтын болсақ, бір мағынасы жоқ, жастарға берері жоқ, үйрететін де жоқ. Сондықтан біздің жас ақындарымыздың осы ортада халықтық қоғамда алар орны ерекшелігін айтар едім. Сондықтан шығармашылық табыс деймін Айдар бауырым. Өрнегі өз осы еліміздің әркез өз өркендеуіне өзінің үлесін қосып жүреді. Осы жерде мінекей анаңыз келіп отыр, дос-жаран, аға буын, ағаларымыз қатысып отыр. Барша осы ағайындарға үлкен рахмет айтқым келеді. Осылай біз өзіміздің ортадан шыққан, өзіміздің өмірден шыққан жастарды қолдайтын болсақ, сол кезде барып біз үлкен биік белестерді бірге бағындыра аламыз. Бір-бірімізді әркез қолдап жүрейік. Облыс жастарының арнайы алғысы бар. Осыны Айдар бауырымызға табыстасақ, және де тұлпардай шауып
Айдардың марапаты құтты болсын. Қошемет. Айдар білмеймін неге қандай кеткен анасы жар десек. Қарлығашысы қарлығашыда екен ағамыз, сенбеміз. Қазір білмейді өре керек. Енді шынымен Айдар өзінің қолданбасы қалыптасқан адам болмайды, қолданбасқан ақын ғой. Осындай ақынға әке болу да оңай емес, ақыл айту да оңай емес Айдарға. Ортаға Айдардың әкесі, бірақ Айдардың әкесі деген қате болайық, өйткені бұл шалдың баласы. Мына кісі тұрған жеңгесі, көмесін шақырайық, Әділжан ағамыз ортамызда отыр. Ол кісі Айдарды балам деп айтуға әлі құлықтары жетпейді, жалпылап айтқанда. Сондықтан бұл кісі көбесінің жеңгесі, сосын осы жерде Айдар кеше айтты маған, менің ағайын туғаным келеді. Айдарда қазір 3 жұрт бар ғой. Қайын жұрт та бар, нағашы жұрт та бар, өзінің жұрты да бар. Бірақ 4-ші жұрт болып, осы өзінің шапанының астын алып, қанатының астын алып, ал баяғы Шерханның шапанының шинелінен шыққандар дейді бар ғой, қазір Қызылордада Нұрланның шинелінен шыққан деген бар. Сондықтан осы жерде рухтас, рухани ағасы, ұстазы Нұрлан Көреген болған зорларыңызға сахнаға шақырайық. Мен баяғыда Айдар айтам, Айдарымыз Аралдың Қызылжар деген жердің тумасы. Қызылжардан кім шыққан? Қызылжардан бәрі шыққан. Қызылжардан Шымберген шыққан. Қызылжардан Гүлнұр шыққан. Қызылжардан тағы солар шыққан. Қызылжардан тағы Айдар шыққан. Қызылжардан Нұрлыбек шыққан. Қызылжардан Сүлейменовтердің әкесі мен анасы шыққан, құрметті ағайын. Сондықтан осы жерде сол Қызылжардан шығып, бүкіл қазақты аузына қаратып жүрген Нұрлыбек Сүлейменов есімді ағамыз бар. Бізге де аға сол кісінің үйдегі келіншегі келіп отыр екен. Жеңгеміз ортаға шақырып. Осы кісілерді топтап, жолымен болса жасы үлкені сөйлейді, жөнімен болса мәртебесі үлкені сөйлейді. Сондықтан ортада сөйлеуді өздеріңізге бөліп берейін. Сөз кезегі өздеріңізде. Құрметті көрермендер, құрметті университет қауым, Айдардың осындай қуанышына келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Алла разы болсын. Осыны ұйымдастырып жатқан жігіттерге рахмет. Дегенде, аман болсын ауызын күткен Ал құрметті ағайын, шындығында мына керемет кеш болды бүгін. Мына Айдардың мен енді қасында ағасы болып, ұстаз болып жүрмін ғой. Бірақ өлең арқылы кейбір қырларын білмедім мен. Өлең ішінде енді білесіз ғой, өлең деген жайшылықта емес қайшылықта болады дегендей, сол кейбір 24 сағат қасында болмағаннан кейін мына жақта уақыттардың кейбір не мәселемен айналысатынын біліп қойдым. Бұл поэзия өйткені. Поэзияда барлық дүние бар. Сондықтан Айдар бүгінгі мына кешің құтты болсын. Бүгін мына қаншама дүние шықты, қаншама сенің ішінен жарып шыққан қаншама дүниелер осы бүгін орындалды. Тек қана өзін емес, осы әндерінде орындалып, бүгін шын айтқанда, өзіңіз айтқандай, мен сол студент кезім 25 жыл кейін келіп, мен студент кезге қайтып келдім. Жастар мен сенден жастымын мен қазір. Сондықтан да бұл менің құдіреті, бұл осы поэзияның құдіреті, бұл поэзияның күш қуаты.
Сондықтан бұл біздің ақынның Айдардың мықтылығы деп есептеймін. Айдар сол кішкентай кезінен сол 15-16 жастан бастап Петькожа келгеннен бастап білеміз ғой. Содан бері мінекей қаншама жыл өтті. Сол кезден бастап өзі өсіп, кішкентай кезден бастап өсіп, баспалдақтың кітабын тұсауын өзім кескен болатынмын. Сондағы өлеңдермен қазір тоғысқан Айдардың өлеңі өзінше бөлек. Мен екі нәрсені ойладым осы бүгін кештен. Екі нәрсе түйді, білесіздер ғой. Бірінші, осы дүниеге шыққан кәдімгі мықты кесек дүниелердің өлеңдерін кітап қылып шығару керек екен дедім. Бұл бір. Екінші, қаншама әндер бар, сөз жазған әндер бар, қаншама өзінің поэзиясы бар, соның басын құрастырып бір кәдімгідей бүкіл мәдениет орталықтарында концерт қоятын деңгейге жетіпті. Яғни бұл не деген сөз? Бұл Айдарымыздың біздің өскендігі. Сол ана елден, келіп отыр Ақтөбеден, Аралдан қаншама ағайын туғандары өзі кеңпейіл адам, Айдар өзі кеңпейіл. Кәдімгідей кішіге де үлкенге де құшағын жаяды, кішінің басынан сипайтын үлкенге аға деп үлкен бір ақылдақ мінезі бар. Соның кеңдігі қанша жерден өзі келіп бүгін тілегін арнап жатыр. Әрине жаңағы ағасы толып тұр енді. Мен қазір айта береді осылар кейінде. Бұл қуаныштың толқынысы, бұл өзінің Айдарға деген көңілінің ішкі жүрегі айтып тұр бәрін сайлап. Бірақ сыртқа шығара алмай тұрдық мен есептеймін. Сондықтан бүгінгі кеш құтты болсын. Айдар айналайын осындай қаламынан мақтымы туындылар шыға берсін. Бұл әрине бұл басы. Енді қазір сен 20-ны жөндесің. Алтауындасың ба? Қайда әлі алда, өмірде алда, қызықты сәтте алда, поэзия кештерде алда, том-том шығатын кітапта алда, ғана Ақжол бауырым айтатындай мемлекеттік сыйлықта алда. Осындайға жете беріп, әр кезде амандықта, осындай үлкен кештерде басымызды қоса берейік. Айдарға қалсайшы. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі керемет кештің қонақтары, өнерсүйер қауым. Мен бүгін өз басым осындай керемет кештің куәсі болып отырғаныма өте қуаныштымын. Жаңа апайымыз айтып өтті ғой, шындығында да сонау студент кездеріміз есімізге түсіп, махаббаттарымыз түсіп деген сияқты керемет кештің куәсі болып отырмыз. Бұл ненің сыры, әрине поэзия әлемінің сыры. Бізді осындай өзінің өлеңдерімен жүрегімізге жол таба білген, поэзия әлеміне мойнымызды еріксіз бұрғызған, осы поэзия өнеріне өзінің туын тіккен біздің Айдарымызға, яғни біздің Айдарымызға үлкен алғысымды білдіргім келіп тұр. Айналайын Айдаржан, талабың оңдай болсын, арманың асқақ болсын, мақсатың айқын болсын. Енді көп тілектердің бәрі айтуға саған лайықсың, қандай құрметке де лайықсың. Осы жаңағы сен туып өскен өлке, мен келін болып Аққұсақ аттаған, сонау қасиетті Қызылжар елі, менің қайнаған дүниеге келген, сондай киелі топырақтың жаңағы ізісін, сол киелі топырақтан шыққан дарабоздардың жалғасысың, керемет жандардың ұрпағысың. Сондықтан енді қазақта айтады ғой, әкенің жүрегі таудан үлкен дейді, ананың жүрегі теңізден терең дейді. Мінекей осы Айдарға өзінің таудай үлкен жүрегіменен тілегін тілеп келген әкесі, теңіздей терең мейірімменен өсірген анасы, сол әкесі мен анасының, атасы мен әжесінің Айдаржан бүгін үмітін ақтады деп ойлап тұрмын. Туған жерін, ата-анасын жырға қосып келе жатқан біздің Айдаржан поэзия әлемінде тура жолда тұр ғой деп өзім ойлап тұрмын. Және соған қуанып тұрмын. Енді мына жаңағы ақын елдің жүрегі дейді ғой, сол сияқты мына Әбіш Кекілбаев ағамыз айтқан екен, ақындығының еңбегінің өлшемі дейді, ол адамдардың жүрегіне қаншалықты жақындығына байланысты деген екен. Сол сияқты мен бүгін өзім Айдар бәріміздің жүрегімізден осы
поэзия әлемін сүйетін халықтың, жастардың жүрегінен орын таба білген Абай ақындардың ізі, сонау Қызылжар топырағының ақын баласы, сыр елінің ақын Дүлдүл баласы деп тұрмын мен. Көп еді айтыңыз. Енді шын жан жүрегімен қуанып тұрмын. Енді жаңағы Ақжолда менің бір қайным ғой, сонау Қазалы топырағына шыққан. Әрине Ақжолымызбен де біз мақтанамыз. Сол қайным енді жаңа айтып жатыр ғой, қандай әулеттен шыққанымды, сол әулеттің келін ұлға тырысып, енді өзімнің бойымдағы бар сөздерімді жеткізіп жатырмын. Әрине Айдарға жетті деп ойлаймын. Сол сияқты енді осы менің ақын қайнағамның жолын берсін Айдарға. Бүкіл қазақ еліне менің қайнағамдай танылсын, көптеген хит әндердің авторы болсын деген оймен Айдардың иығына өзім шапан жапқым келді. Aydarda kешін жасаймыз дегенде ойладық, неше түрлі форматта өткізуге болады ғой кешті. Айдарды да жерге стол қойып отырғызайық демедік, бірақ Айдар қатты қартайып тұрған ақын емес қой. Өзі 26-та ғана жігіт, бірақ Айдар бүгін қартайып шапан жауып жүреді сізге. Құтты болсын. Айдар осы сыр елінде сайлау деген әулеттің атын шығарып жүр. Жалғыз өзінің атын емес, сайлау ақсақал деген атын шығарып жүр. Бұл айта берсек Қызылжар, Арал, Қызылорда дей берсек бұл бөлініп болып кетеді, бірақ бұл қазаққа ортақ тұлға, қазаққа ортақ ақын. Сондықтан Айдардың жан-жағындағы қалың орман аға бауырлардың бәрі бүгін кешке келіп тілек айтқысы келіп отыр екен. Ендеше ортаға арнайылап Айдардың әжесі, нағашысы, түп нағашысын апамызды ортаға шақырайық. Және Ақынжан деген ағасы бар екен. Сосын Абай деген ағасы бар екен. Сол ағаларымызды ортаға шақырайық. Көрермендер, құрметті оқырман, бұл кісілердің сөйлеген кісілердің барлығы бірдеңе берері бар кісілер ғой, қалтасына Айдардың. Құрметті бүгінгі кешке жиналып жатқан қауым, менің Айдардың әжесі, сайлаудың жұбайы, менің апам. Негізі сол апама кеше звондай салып амандығым дейді. Сол кезде өзі айтты, сондай Айдардың несі бұлай жатыр, кеші бұлай жатыр. Осы аяқтасын мен амандық келгенде тұрамын, сол кеше ғана келгенмін. Соған қатысқан қалай болады дегенде айтты, мен уақыт қатысуға қатысармын дедім. Сонымен жаңа қайықта болып жатырғанын бәрін сұрап, осы кеште келіп отырмын. Енді мен артына қарап өзінің туған жерімен, өскен өмірімен, білім алған ордасымен мақтанатын болғандары. Мен бүгін Айдарға риза болып жатқаным, Айдарды осындай биікке шығарып, осындай өлең жазып қалпындырып отырған. Мен 1971 жылы мектеп бітіріп, Мәншік Мәметов атындағы училищеге түсіп, соның бастауыш класс мамандығын бітіріп шықтым. 71 жылы түсіп, 74 жылы. Содан бері ол кезде, біздің кезімізде қыздар педагогикалық училище істеген болған. Кілең ғана қыздар оқитындығымыз, бұда ербалдар оқымайтын. Енді мына соңғы кезде, Кеңес үкіметінен кейін бұл училищені қыздар емес, енді спецколледж деп ауыстырып жіберді.
мінекей осы Айдардың бағына орай бұл педколледж болып ауысып, мінекей соның ішіндегі мамандандырылған осыған жақсы бағыттар берген мұғалімдер тәрбие беріп, осындай жақсы сол педколледжден білім алып, сөйтіп мінекей ары қарата несін жалғастырып жатыр. Ал одан кейінгі біздің кезінде Қорқыт педагогикалық училище деген Гоголь атындағы педагогикалық училище институт болды. Мен сол кезде солда қазақ тәрбиесін бітірдім. Міне бұл қазір Қорқыт атындағы университет болып жатыр. Бұл енді бұны тағы да командасы. Сондықтан мен сол елдердің бәріне Айдардың өтіп жатқанына мен соңыма жасыр айтып, 25 жылда соңымызға тастап, жас көрдім. Мен де сол кезде есіме алып, сондай болып тұрым жас болдым. Сонымен қатар менің Әлжан менің бауырымның баласы болғанмен, менің оқушым, менің бастауышта өзім оқитын Әлжанды. Оқушыларым келіп, жаңа осы жерде Айдардың кешінің арқасында оқушылармен қазір танысып, бір-бірімізбен кездесіп жатырмыз 35 жылдан кейін. Сондықтан айналайын, мына қаламың ұштала берсін, Алла қойған мақсаты орындала берсін. Бүгін жаңағы бала, мен жаңа бір інім айтпады, ең алғашқы балауса деген алғашқы несін кітабында, сонда кесілген кезде мен де сонда сайлау атасымен бірге келіп, сол менің жаңағы кітаптың тұсаукесеріне келген болатын. Менде бүгін Айдардың жетілген, әлде де жетіп, орталыққа келген кезде сәйкес келіп тұрмын. Айналайын қалағың оң болсын, қалам ұштала берсін. Мінекей ағаларың қандай көптеген сыйлықтар беріп, көптеген марапаттар беріп жатыр. Марапатын көбейе берсін. Тек қана биіктерден көрінген ризамын мен. Тек қана алда болып, ата-ананың көз қуанышы болып жүре бер. Біздің жаңағы жездеміз тірі болғанда бүгінге басындағы бөркі асырабы лақтырып жүреді. Ол кісіні Алла енді көрсеткен, жаңағы өзге көзін сол кісінің тәрбиесінде болған Айдар менің апам мен жездемнің көзіне жас алып жатыр. Бұл жаңа Әлжан мен Қарлығаш жеңгесімен ағасы бұлардың тәрбиесінде болған. Енді бүгін статус алып жатыр, бұлардың статусы құтты болсындар. Құтты болсын айналайын, сені сау болсын, аманшылық болсын деймін. Рахмет, апамызға құдай құлақ берсін. Енді нағашылар енді жаңа құдалар сөйлейді деп басын. Анасын ортаға шақырайық. Айдаржанның кешін жиналған көрермендер, алтындай уақыттарыңызды көріп сіздерге Айдаржан, алғаш сенің басқалардың кітап көргенде атаң келіп атты деген айтып ақ батасын берген болатын. Қазір кезде онда атасы атамызда жоқ. Ол кісі осындай кеш өтіп жатқанына қуанып жаулап жатқан шығар. Айдок, Айдар, сені мақтанамыз. Биіктерден көріне бер. Қаламың ұштала берсін. Назарың таусылмасын. Қанатыңды кеңге жайып, биіктерге самғай бер. Сені қолдаймыз. Алып болсын. Алла көзі сақтасын. Биіктерге самғай бер. Ағаларының, апаларының атынан Айдокте осы кешіне шашуымыз бар. Сонтасын. Тыңдармандар, жалпы музыка және поэзия деген ұғым бар. Бұл екеуі де бар дүние. Бұл ауа сияқты дүние. Оны бар кезде ешкім бар екенін білмейді.
егер әлемнен бір сәтке музыка және поэзияны алып тастайтын болса, адамға ауа жетпегендей қиналыс болады. Себебі кез келген адамның жан дүниесінің емі музыка және поэзия. Сондықтан бұл екі құндылық әрдайым біздің жанымыздың тірегі. Бүгінгі кеш сіздерге музыканы да, поэзияны да, болмысты да, өмірді де көрсетті деп ойлаймын. Осы қалалық кітапханалар жүйесіне қарасты 19-шы кітапхананың ұйымдастыруымен өткен осындай бір кеш бұйырса, бағанағы апайларымыз айтқандай жоғары деңгейдегі анау Алматыдағы республика сарайындағы кештерге жалғассын. Біз сол кезде Айдардың оң және сол қанаты болып қалықтап жүре берейік. Енді қоштасқымыз келмейді, бірақ уақытта біраз жерге таяп қалып, сіздерге ыстық ықыласымызды білдіріп, бүгінгі кешімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, поэзия жасасын, музыка жасасын. Айдармен ортаға естелік суретке түсуге болады. Құрысы